Бұхара, Шыңғысхан кезіндегі ірі қалалардың бірі. Шыңғысханның ашуынан қорыққан Бұхара ақсақалдары Шыңғысханға келіп жолығып, біз өз еркімізбен берілеміз. Тек бір шартымыз бар. Мешіттерді қиратпаңдар, қасиетті кітаптарды өртемеңдер, адамдарымызды қылышпен кеспеңдер деді. Шыңғысхан келісімін берді. Осыдан кейін Бұхара қаласының 12 есігі моңғолдарға ашылды. Ішке кіргеннен кейін Шыңғысхан тарихта қан дәріптермен жазылған сөзін айтты. Мешіттерді қиратпаңдар, өртеңдер, кітаптарды өртемеңдер, сумен ағызып жіберіңдер, адамдарды қылышпен кеспеңдер, тірідей көміңдер. Ешкім маған уәденде тұрмадым деп айта алмайды. Адамдарды кеспедім, кітаптарды өртемедім, мешіттерді қиратпадым деді. Сол кезенде Бұхара қаласындағы 1 миллионнан аса азаматтар көз жұмды. Сол қалада бір тірі тауық та, бір тірі бала да қалды.